тексеруге кірісіп кеттім. Бір апта отырдым, бәрін мұқият қарадым. Сосын нақты бөлінген, сосын соңғы 1-2 транш Минфиннен алынған ақшаның сомасын мен біліп келдім ғой, өзімде жұмыста жоғары кеңесте дайындалып, Минфинмен хабарласып, о кезде Павлов министр Александр Сергеевич, оны шақырып алам мен өзім. Жанында папка ұстап Каржова деген келшек келеді. Ол соңынан министр болды біздің, сондай. Сонымен жұмыс істеп, бәрін де біліп отырған адаммын ғой мен. Сосын сұрадым, осындай соңғы келген 2 транш ақша жоқ қой, қайда деп. Деп, содан кейін Минфинге звондадым, жібердіңіз ба? Мыналар что-то айтпай, үндемей, бермей отырмаған цифрларын. Жібердік, осындай деп. Сосын нақты мына датада жіберілген миллиондар қайда, мына датадағы миллиондар қайда. Қандай сумма еді нақты 2 транш? 2 транш, енді сол шамамен айтсақ, сол 200 миллион теңгенің ақшасы жоқ. Сосын алып кел дедім. Содан кейін алып келді бәрін. Алып келгенде ол формулярлар жаңағы тек қана қызылмен толтырып, қызылмен жазған счеттар екен. Бәрі көк қарамен жазамыз ғой. Мыналар соны әдейі бөлек қызылмен жазып, есеп қисап жасаған екен. Біз үшін айтып өтіңіз, ол не үшін солай жасайды? Ол несін солай жасайды дегенде, это резервный сумма, про запас, нақты айтсақ, әлгі алынатын шапка, ұрланатын сумма бөлек түзелген. Оны таптым. Содан кейін бұны бітірдім. Енді қайда барасыз деді. Президенттің гаражына барам дедім. Бардым, оны тексерсем, осы бірнеше ай ғана 2 ай бұрын келген Волгалардың саны 40-50, соның 30-ы жоқ гаражда. Қайда кетті? Тық-мық, анаған берген, мынаған берген, президент әкімшіліктегі лауазымды адамдарға берген, не бір-екеуін өзінің семьясына, замдарына ытқытқан. Неге жоқ? Списали дейді. Жаңа машина қалай списать етеді? Списание ол 10 жыл жүріп, ресурсын бітірген ескі тозғандарды акт жасап списать етуге болады. Оның бәрін білем ғой. Содан ол ұрлықтың көзі ашылды. Гаражда болған жарты дүние, жаңа машиналар, шашау шыққан жоқ, ескі құсқылар тұр. Енді тағы машина аламыз деп заявка беріп қойған. Ал, жоқшылық кезде. Оның бәрін актыма көрсеттім. Сөйтіп бәрін жаздым да, соншама кемшін тұстарды жазып, жоғары кеңеске басшыларыма алып келдім. Олар да